Сәлем достар, бүгін сіздермен Айзада. Біз сіздермен бүгін шоколадный десерт жасайтын боламыз. Оған керекті заттар: 4 жұмыртқа, қант, какао мен рахаттың какаосы, қопсытқыш және ұн қажет. 4 жұмыртқамызды жарып алғаннан кейін қантымызды салып, миксердің көмегімен бір келкіге 5 минуттай араластырамыз. Ұнымызға какао мен қопсытқышты бірге араластырып аламыз. Және бәрін жаңағы қоспамызға салып, бір келкіге араластырып шығамыз. Мінекей бәрін араластырып болғаннан кейін табағымызға кішкене май жағамыз, асты күйіп кетпеу үшін, жабысып қалмау үшін. Одан кейін салмамызды табағымызға бір келкіге орналастырып шығамыз. Бәрін орналастырып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай жақсылап пісіріп аласыздар. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Оған заварной кремімізді салып, шоколадымызды кішкене сүт құйып, микроволновкада 2 минутта ерітіп аламыз. Еріп болғаннан кейін бәрін араластырып, бисквиттің үстіне бір келкіге құямыз. Құйып болғаннан кейін холодильникке 2 сағатта қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің шоколадный десертіміз дайын болды. Асықпай отырып шай ішіңіздер, маған тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.